Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы уақыт, сағат, ай атаулары, жылдар. Бүгінгі сабаққа қатысты сөздермен таныс болыңыздар. Уақыт, тәулік, минут кетті, жарым, тура, минут қалды. Одан әрі сағат сұрау үлгілерімен таныс болыңыздар. Сағат неше? Уақыт қанша? Айтыңызшы. Қазір уақыт қанша? 12-ге 5 минут қалды. Одан әрі қарай сабағымызды ай атауларымен жалғастырамыз. Қыс айлары: желтоқсан, қаңтар, ақпан. Көктем айлары: наурыз, сәуір, мамыр. Жаз айлары: маусым, шілде, тамыз. Күз айлары: қыркүйек, қазан, қараша. Одан әрі сабағымызды сөйлесу үлгілерімен жалғастырамыз. Кешіріңіз, өтінішке қай күнді жазайын? Бүгінгі күнді, яғни 20 қараша 2020 жыл деп жазыңыз. Келесі жиналыс қашан болады? Келесі жылы ақпан айында. Маған 2015-2020 жылдар аралығындағы есептерді тауып бересіз бе? Әрине. Алуа, сіз еңбек демалысына қашан шығасыз? Мен еңбек демалысына 2021 жылы маусымда шығамын. Бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.